Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі видеомыз күйеуі Россияда, ал келіншегі өз елінде күйеуінің сағынышына жете алмай жүрген жас келіншектер турасында. Бұл видео сіз ойлағандай ешқандай ұятсыз, адам ұялатындай жағдайдағы видео емес. Керісінше, күйеулері Ресейге істеуге кеткеннен кейін қиналған әйелдердің өмірі турасындағы бір ғана мысал, бір отбасы жайындағы бейне баян. Мұнда каналымыз төменіндегі подписаться жайында бір ғана лайк түймесін басыңыз. Алайда бұл видео кеңінен тарқалады. Кеңінен тарқалуы нәтижесінде көптеген әйелдеріміздің ғибрат алатындай уақиғаны естіп, өз жолдарынан қайтады деген үмітіміз бар. Бес саусақ бірдей емес. Бұл видеомыз тек қана сол өмірінен өткен әйелдер турасында ғана. Ал онда хикаямызды бастадық. Сабрина институтта оқитын, жоғарғы дәрежелі педагог қыз еді. Ол жоғары оқу орнын бітірген, ақылды, инабатты қыз. Бір күні оның үйіне күйеу түсіп, ол жас келіншек атана бастады. Ол бақытты, ол қалағанындай ақ ат мінген. Ханзадасы оны өз үйіне машиналар қатары менен үйіне жетелеп келді. Олардың тойы арадан болып өтті. Арадан уақыт өтті. Олар ұзыннан ұзақ түндер, бір-біріне асық көңілдер менен жасады. Күндердің күнінде күйеуі тойынан кейін өз жұмысына оралды. Бірнеше күн жұмыс жасады. Бірнеше күн жұмыс жасағаннан кейін Сабрина күйеуіне былай үн қатты. Мені де жұмысқа жайғастырыңыз. Мен де өзімнің оқыған профессиям бойынша жұмыс істегім келеді деді. Алайда Сабринаның күйеуі: жоқ, әйел кісі ол үй шаруасын бітіргеннің өзі бір шамалы жұмыс. Мен сені бағуға міндеттімін. Мен өзім сені бағамын. Сен менің ата-анама қара деді. Алайда Сабринаның білмеген бір сыр болатын. Күйеуі олардың тойлары ғажайып өтуі үшін ағайын туыстан қарызданып қалған болатын. Ол соны төлеу үшін күні-түні жұмыс істейтін болды. Күндердің күнінде күйеуінің Ресейде жұмыс істеп келген жорасы күйеуін жұмысқа шақырды. Яғни ол Ресейде істеп келіп көлік алды. Сол көлікті жүру мақсатында өзінің жораларын шақырды. Сол отырысқа Сабринаның күйеуі де барды. Осылайша екеуі әңгімелесіп отырып, Ресейде көп қауымды жұмыс істеуге болатынын, онда көп ақша табалатындығы туралы бірнеше сөздер естіді. Осылайша Сабринаның күйеуінің қияла бұзыла бастады. Ол арадан уақыт өтіп Сабринаға келіп үн қатты. Ал Сабрина оған қарсылық білдірді. Ата-анасына барып сөйлесті. Мен Ресейге істеп келмекшімін. Мен Ресейде істеп келсем, туған туыстан болған қарыздарымыздың бәрінен құтыламыз деді. Ал жігіттің әке-шешесі бұған қарсылық сезімін білдірді. Жоқ, бармайсың, сен жақында ғана үйлендің ғой деді. Ал күйеу бала болса: жоқ, мен баруым керек. Тойдан кейінгі қаражаттардың бәрі мойнымызда тұр ғой әкешім. Әлде о жерде істеп келсем, жаңа көлік ала аламын деді. Осы сөздермен әкесін көндірді. Ал шешесі болса қарсылық білдірді. Сенің жас келіншегің бар, әлі шымылдығың бітпеген ғой деп үн қатты. Сол кезде күйеу бала былай деп үн қатты. Менің жорам жақын ортада Ресейге кететінін, және де ол сол кезге кеткен кезде мені алып кететіндігін айтты. Ал жұмысшы орны ise өте аз екен деді. Осылайша әке-шешесін де көндірді. Ал келіншек әлі де көнген жоқ. Оның қиялында бір ғана ой: ақша көп табу. Ал ол келіп келіншегіне айтты. Келіншек ise: жоқ, мені де бірге алып кетесіз. Мені де бірге алып кетесіз. Мені тастап еш жерде кетпейсіз деп үн түтті. Сабрина осылайша қарсылық білдірді. Ал
Жігіт болса, арадан уақыт өтіп, Сабринаға үн қатпастан кетіп қалды Ресейге жұмыс істеуге. Арадан уақыт өтті. Бәрі баяғыдай сияқты еді. Алайда күндердің күнінде Сабрина ата-анасының үйіне көп баратын қылық шығарды. Осылайша ол ата-анасының үйінен көп баратын болды. Сабринаның күйеуінің жорасы ауылда такси жүруші еді. Ол жүргізуші Сабринаны бірнеше рет әке-шешесінің үйіне апарып тастаған. Жаңағы әлгі жорасы Сабринаға бір-екі рет әңгіме айтып, әзіл қалжың қылды. Ал Сабрина болса, жолаушы менен жүргізушідей мінесібатта болып, оның арасында әңгімені суытпады. Алайда күйеуінің жорасы бұны басқаша түсінді. Сабринаға тиісе бастады. Сабрина оған қарсылық білдіріп, егер осы жұмысыңызды қайта жасасаңыз, күйеуіме айтып беремін деп есікті жауып кетті. Күндер өтіп, ол күйеуіменен чатта, инстаграмда сөйлесіп отыратын еді. Телефоны бұзылып қалды. Осылайша енесіне айтты. Енесі қалаға шығып дұрыстатып, тездетіп қайтуын сұрады. Сабрина қалаға кетті. Қалаға барып телефон жөндейтін ұстаға номерін қалдырды. Осылайша телефонын жөндетті. Сол жерде телефон оңдаушы ұста оны көп ұстап отырды. Оның сұлулығына таңғаларлықтай әдемі еді. Әлгі ұста телефонды жөндеп болса да, оны ұстап отыру үшін телефоны әлі дұрыс болмағандығын айтты. Ал қыз болса, тездесіп түзетіп бересіз бе, мен асығыс едім дегеннен кейін ұста дұрыс болған телефонды қолына ұстатты және де оған телефонның дұрыс әлде дұрыс емекескенін білу үшін менің телефон номеріме қоңырау шал деді. Осылайша қоңырау шалды. Телефон дұрыс екенін білді. Егер телефоныңыз және бұзылып жатса, осы номерге хабарласыңыз деді. Келіншек үйге қайтты. Түн жарымында ұста оған жазды. Телефоныңыз жақсы істеп жатыр ма? Ассалаумағалейкум, мен әлгі ұстамын деп үн қатты. Осылайша олардың ортасында әңгіме қызи түсті. Сабрина арадан уақыт өтіп және хабар ұстаханаға барды. Әлгі ұста бала бұл сапарда оған ұсыныс жасады. Бірге киінуге барайық, мен киім алмақшымын деді. Осылайша Сабрина көнді, екеуі базар аралады. Жолда қайтып келе жатқан кезде әлгі жігіт оған өз сезімін білдірді. Яғни оның бір ғана ойы, оның күйеуі Россияда істейді. Ол көптен бері күйеуін сағынған. Осы нәрсені қандырамын деген мақсатта келіншекке үн қатты. Сабрина ise жылап жіберді. Мен сіздің қате түсінгеніңізге мүмкін болуы мүмкін емес. Мен тек қана жылы мұнасабатта болдым сізбенен деді. Осылайша кешірім сұрап, сіздің ойыңызды бұзған болсам кешіріңіз деп машинадан түсті де таксиге мініп кетті. Сабрина осылайша күйеуіне деген адал сезімін сақтады. Алайда өзге еркектермен болған әңгіме сөздер негізінде басқа әңгімеге барып тақалатынын түсінді. Арадан уақыт өтті. Сабринаның күйеуі Россиядан келді. Олар бірге автокөлік сатып алды. Сабрина күйеуіне тек қана бір сөзді айтты. Енді мені қайта тастап кетпеңізші. Осы сөзден басқа еш сөз үн қатпайтын. Осымен хикаямыз аяқталды. Егер видеоларымыз сізге ұнап жатса, бір ғана лайк түймесін басып, төмендегі қызыл подписаться сөзін баса кетіңіз. Сау саламаттықта жүздескенше.